Армысыздар. Мен Қазақстан Республикасының азаматы. Қазақстан Республикасы Қызылорда облысы Қармақшы ауданы Жосал кенті Таймбет Көмекбаев атындағы номері 200 мектеп лицейінің 7-ші сынып оқушысы Орынбасар Фердәулетпін. Бүгін, яғни 19 қазан өрт сөндірушілер мерекесімен шын жүректен осы істің мамандарын мерекелерімен құттықтаймын. Ағалар, еңбектеріңіз жана берсін. Әрқашан еліміздің мақтанышы болып, марапатталып, қуанып жүре беріңіздер. Сіздердің осындай алапат өрттің ортасына түсіп, еліміз үшін, тер төккендеріңіз үшін сіздерге алғысымыз шексіз. Енді осы ағаларымызға бір-екі шумақ өлеңімді арнап жіберейін. Ел жұртының мақтанышы, қорғаны. Жақсы емес пе осы маман болғаны? Құтқаратын жалын шарпып жатқанда, қызмет етер кешке де сірә ақ таңда. Отан сүйгіш жүрек жұтқан батылдар, аман болсын осы адам батылдар. Ері үшін тер төгеді бұл адамдар ұмытылмас санадан. Жалпы өрт сөндіру ісі бұл өте күрделі іс болып табылады. Осы істің қызығы мен шыжығына қалай төсіп келдіңіз? Бұл жалпы негізінен өрт сөндіру саласы өте жеңіл деп айта алмаймыз. Өте қиын, ауыр да іс болып. Жұмыстардың ішіндегі ең қиыны осы өрт сөндіру саласы. Жаңағы халқымызбен және мемлекеттің меншіктері, өрттен қорғау жай-күйі болып табылады. Сіздің қызықты және шыжықты істеріңіз түсінікті болды. Жалпы бұл мамандыққа жас кезіңізден бастап қызықтыңыз ба? Әрине, әр бала өзі жас уақытынан бастап армандайды ғой. Біреулер дәрігер болғысы келеді, біреулер мұғалім болғысы келеді. Біз де сол кезінде осы полиция қызметкері және өрт сөндіруші мамандығын боламыз деп армандадық. Жақсы түсінікті айттыңыз. Енді осы кездері осындай мамандыққа, күрделі мамандықтарға қызығушылығы мол жастар көп. Сондай жастарға қандай ақыл кеңесіңізді берер едіңіз? Мен кейінгі жастарға айтарым, біріншіден білімді болу керек, екіншіден спортқа мықты болу керек. Егерде осы бізде білім мен спорт қатар жүреді, бізде жарыстар болып тұрады. Енді бізде өртте шапшаң қимылдаймыз. Сол себепті жастарға айтарым, біріншіден білім, екіншіден денсаулық, спортқа деген сондай құштарлық болу керек. Яғни ептілік қасиеті мол болу керек деп тұрсыз ғой. Бүгінгі сұхбат қызықты болды деген ойдамын. Олай болса, сұхбаттасқанымызға рахмет. Рахмет сіздерге де.